Түркістан облысында ерекше білім беруді қажет ететін 26.197 бала бар. 2018 жылы оңтүстік Қазақстан облысының орталығы Түркістан қаласы бекітілді. Шымкент республикалық маңызы бар қалаға Шымкент қаласында орналасқан 5 арнайы мектеп-интернаты, 2 психологиялық, педагогикалық түзету кабинеттері және де 1 психологиялық, медициналық, педагогикалық кеңес беру мекемесі берілді. Бүгінгі таңда Түркістан облысында ерекше білім беруді қажет ететін балаларға 31 арнайы білім беру ұйымдары және 4 инклюзивті қолдау кабинеттері қызмет етеді. Психологиялық, педагогикалық түзету кабинеттерінде 1650-ден астам бала көмек алады. Арнайы мектеп-интернаттары 1990 жылдан бастап мемлекеттік қызмет көрсетуде. Қазіргі таңда 1643 бала білім алуда. Жыл сайын психологиялық, медициналық, педагогикалық кеңес беру мекемесінен жылына 13 мыңнан астам бала кеңес алады. Облыста инклюзивті білім алып жатқан балалардың саны 9297 баланы құрайды. Бүгінгі таңда осындай Қарабұлақ ауданында осындай кабинет ашылып атқанға өте қуаныштымыз. Өйткені әсіресе ауылды жерде осындай кабинеттер жетіспейді. Негізі бізде республикамызда 161 мыңнан астам мүмкіндіктері шектеулі балалардың саны бар. Сондықтан әрине осындай балаларға ауылды жерде, өзінің тұратын жерінде жаңағы осындай мемлекеттік тараптан ашылған осындай кабинеттер өте керек, өте маңызды. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мүмкіндіктері шектеулі балалардың дер кезінде уақытылы осындай арнайы мамандардың көмек көрсетуімен ол балалар ертеңгі күні мектепте де жақсы білім алады. Әрине ата-анаға да кеңес беріледі, осындай балалармен қалай үйде жұмыс істеп, қалай дамытуын бойынша осындай кеңес беріледі. Сондықтан өте қуаныштымын. Осындай Түркістан облысының осындай Сайрам ауданында, Қарабұлақ ауылында осындай кабинет тамаша жаңа көріп шықтық. Ақсайға барып сол жерде білдік, бұның құлағында бір 3, құлағы 4-ші степень екен, туға оқисын. Соң кейін аппараттарды алып, 2-3 айдың ішінде Аллаға шүкір жаңа көрді, уже пақпақтар жаттады. Көп әсер жақсы тиіп жатыр да мектепке. Өзі сонысы құмарланып мектепке барсам деп ынтығып тұрады. Сонда мынау балдарға кетер кезде, күніге азанда кетер кезде дұға жасаймыз, Алладан тілейміз. Здравствуйте, меня зовут Шолпан. Я воспитываю своего ребенка, его зовут Нуриддин. Сейчас ему 10 лет. Наш диагноз аутизм, синдром Аспергера. Инклюзия пошла нам на пользу, надеемся, в будущем увидим еще более лучшие результаты.